Бір патша бір кездерде мешіт салмақшы болыпты. Әлі мешітін салмай жатып, үлкен әріппенен пәленше, түгеншенің ұлы пәленшенің мешіті деп жаздырып қояды. Сөйтеді де тыйым салады. Мынау мешітке дейді, бірде-бір адам бір тиын бермесін дейді. Тыйым салынған. Менің толық бірден нөлге шейінгі бүкіл қаражат менікі болады дейді. Барлық қаражат менің қалтамнан шығу керек деп тыйым салады. Сөйтіп өзі толық соны қаржыландырады. Сөйтіп мешіті бітіп келе жатқан кезінде бір түс көреді. Түсінде аспаннан бір періште түсіп, әлгі кісінің пәленшенің ұлы түгенше деген жазудың жанына келіп жазуды өшіреді де, пәленшенің қызы пәленше деп бір әйел кісінің атын жазып кетеді. Шошып оянады. Бұл не болды бұл деп. Сөйтеді де, бұл әшейін бір түсім шығар дейді, бір жаман түс қой енді дейді, мен енді ананы көп уайымдап жүрмін. Мешіттің ашылуы жақындап қалды, сол шығар деп қоя қояды. Бірнеше күннен кейін тағы да сол түсті қайталап көреді. Бір періште аспаннан түседі де, әлгі тақтайдағы жазуды өшіріп, пәленшенің қызы пәленшенің мешіті деп жазып кетеді. Осылайша тағы да түс көреді. Соменен патша ғой, қол астындағы полицияның бастығын шақырып алады да, пәленшенің қызы пәленше деген адамды жазып алды, менің алдыма тауып алып кел дейді. Зуылдатып адамдарды іздетеді да түс қайта бір кемпірді алып келеді, қаусаған кемпірді алып келеді. Сөйтіп алдына тұрғызып қояды, міне сені патша шақырып жатыр деп. Сөйтсе сол мешіттің көршілері екен. Сосын сұрайды, сен атың пәленшенің қызы түгенше ма? Иә. Мынау мешітке сен қаражат бердің ба дейді. Сөйтсе жоқ дейді. Сіздің тыйымыңызды естігенбіз. Сіз менен бай не деген мықтылардың бәрі бергісі келген кезінде мешіт салынады дегенде. Сіз тыйым салғаннан кейін бәрі шеттеп тұрды. Жәрдем бермеңдер дегеннен кейін ешкім асарға да барған жоқ ол жерге. Сен дейді, онда мешітке сен бір нәрсе қылып жәрдем бердің, соны айт дейді ғой. Сөйтсе айтады, мен білмеймін, сіз тыйым салғаннан кейін қаяқтың бізден ондай нәрсесі. Жоқ, есіңе түсір дегеннен кейін біраз тұрып, қария ана айтады, иә дейді. Есіме түсті. Күн қатты ыстық еді, осы мешіттің жанынан өтіп бара жатсам, адамдар сол мешітке түскен затты арырақ таситын бір есек бар еді дейді. Сол есектің үстіне жүк артып, сол есек күннің астында тұрып, екі құлағы салбырап отыр екен. Ал ар жағында көлеңкеде құрылысшылар демалып, су ішіп, тамақ жеп отыр. Мен сол есекті аядым дейді. Мынау есек болса да Алланың үйінің қызметінде жүр ғой. Еш болмағанда осыған су берейінші деп, жанында ұзағырақ тұрған шелектегі суды кішкентай су қосып, сүйрелеп апарып есектің алдына қойдым дейді. Басқа еш қандай қызметім жоқ. Әлгі патша айтады, түсіндім мен дейді. Кешіріңіз мен. Сен бір шелек су берсең де Алланың ризалығы үшін деп, Алла үшін деп жасадың. Мен үлкен ғаламат мешіт тұрғызсам да өзім үшін деп тұрғыздым. Мынау мешіт сенікі деп жандағыларға бұйрық беріпті. Пәленшенің қызы пәленшенің мешіті деп жаздырыңдар депті. Қараңызшы. Мынау дүниеде де береді. Ал арғы дүниеде де оның сыйы бар. Кім қолынан не келсе, Алланың қызметінде болуы сондай болады.